Айым сәлем! Балапан, біз бүгін тағы да ойнаймыз. Ура! Бүгін айымда тағы да күшті ойыншығы бар. Айымда бүгін жануарлар туралы кітап бар. Иә, балапан? Иә! Ол кітапты қандай екенін көрсетеміз бе? Иә! Кел көрсетеміз. Мынау кітап. Бұның ішінде әртүрлі жануарлардың суреттері мен аттары бар. Олар қандай дауыс шығаратындары да бар. Иә, балапан? Иә! Бірінші бетті ашайық. Мынау кім? Аю! Жоқ, дұрыстабай. Сүйір! Дұрыс, бұл сиыр. Сиыр қандай дауыс шығарады? Сүйір! Баса ғой. Дұрыс. Иә. Балапан, бұл сиыр, иә? Қараш, сиырдың мүйізі бар. Оның құлағы бар. Оның тұяғы бар. Ол өзі үлкен. Иә, дұрыс. Екінші бетте кім бар, балапан? Екінші бетте әтеш бар. Жоқ, екінші бетте әтеш болмау керек. Міне, екінші бетте қой бар. Қой! Қой, бас. Ой. Ана басынан Иә. Қойдың дауысы күшті, иә? Қойдың құлағы бар, аяғы бар, үстінде жүні бар. Бізге сиыр сүт береді, қой болса жүн береді. Иә, балапан? Иә! Қараш, қойдың балапанын қараш. Қойдың балапаны кішкентай. Ең кішкентай балапан. Так, енді әтеш. Қара, әтештің дауысы қандай? Балапан, қараш, әтештің айдары бар, тұмсығы бар, сосын қауырсыны бар үстінде көп. Қауырсын деген тура жүн сияқты, бірақ құстар да болады. Айым, тоса тұр. Қараш, мынау кім? Отасы маленький. Иә, маленький кішкентай ол балапандар, иә? Оны балапан деп атайды. Так, енді мынау кім? Лошадка. Лошадка, дұрыс, бұның аты ат. Жылқы. Куак. Аттың үстіне отырып біз жүгіреміз, иә, балапан? Еді. Айым, сен папа садикке апарған кезде сен папаның арқасына ат болып отырасың ба? Иә. Тура солай ат болып мен папа жүгіре достай, иә? Ихо! Аттың дауысы қандай? Аттың дауысы қандай? Дұрыс! Қандай аттың дауысы күшті? Иә. Аттың құлағы бар, жалыны бар. Иә, балапан? Иә. Так, мынау кім? Уф. Дұрыстап, кім бұл айтшы? Собак. Дұрыс, бұл собака, бұл ит. Ит. Итті қараш, қандай көп иттер отыр мына жерде, иә, балапан суретте? Иә. Так, иттің дауысы қандай? Балапан? Мынау кім? Мысық. Ой, мысық қалай айтады? Мяу. Ой. Ай, мысық. Мысықтың қараш қандай ұзын құйрығы бар. Бұқылақ. Иә. Аяқ. Иә. Біздің айым күшті мысық болып ойнайды, иә, балапан? Газ. Айымда бүгін осындай әдемі кітабы бар. Мен енді тексерейін, айым қалай Айым, ұққанын. мама саған қазір сұрақ қойды, сен маманың сұрақтарға жауап бер. Жүр айым, тағы да. Дұрыстап қараймыз, иә, екеуміз берген. Мынау қара, үй жануарлары дейді, мынау. Үйде болатын жануарлар. Ал енді сұрайын, мынау кім айым? Аю. Жоқ, мынау кім? Қарашы дұрыстап. Сиыр. Сиыр, иә. Сиыр қайтып айтады? Жоқ, сен өзің айт. Му. Иә, сиыр му дейді. Иә, айым, му деш. Му. Иә. Ал мынау кім? Мынау кім? Мә. Жоқ, аты кім? Мә дейді, иә. Мә. Қой. Мә дейді. Қой, иә? Қой. Ал мынау кім екінші? Қаз, аш. Мынау кім? Әтеш қайтып айтады? Маленький әтеш. Ол балапан деп аталады. Маленький отец. Иә, маленький әтеш жарайды. Ол қайтып айтады? Әтештер қайтып айтады? Дауысын шығаршы. Ку-ку. Дейді, дұрыс, иә. Ал мынау кім? Лошадка. Лошадка. Қазақшасы жылқы болады. Айт, жылқы. Ат де, ат.
Иә. Иә. Ал мынау кім? Собака. Собака. Ит, иә, қазақшасы. Ит. Ит қайтып айтады. Енді тағы мынау кім? Мысық. Мысық. Мысық қайтып айтады. Құлақ ананы аяқ. Құлақтары, аяқтары. Иә, мысық қайтып айтады. Мяу, 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 мяу. Иә, дұрыс. Айым өсті, біз бүгін сабақ үйрендік, иә? Иә. Үй жануарларын өтеміз. Пока-пока! Айым, сау бол! Сау бол!